Наурыз мейрамы. Тарихи 5000 жылдықты құрайтын бұл мереке ұлттық рухани байлығымызды сақтай отырып, салт дәстүр арқылы халықты біріктіріп, ұрпақтар сабақтастығын нығайта отырып, халықтың достығы мен ынтымақтастығының символына айналды. Қазақстанда тұратын түрлі этностардың 100-ден астам өкілдері Наурыз мейрамын бірге тойлайды. Ай күнтізбесі бойынша жаңа жылды қазақ халқында мереке басталардан 10 күн бұрын 14 наурыздан бастап өту әдетке айналған. Бұл күн көрісу күні деп аталады. Бұл күні әр үйде ерте оянып, мерекелік дастархан жайып, қонақтарды қатал ұзақ қыстан кейін қарсы алуды күтеді. Ай, бәйбіше, қонақ келді дейді ғой. Келінжан, ал апа, қазан көтеріңдер. Адамдар бұл күні арасындағы бұрынғы өкпе ренішін кешіріп, араздықты ұмытып, көктемге аман есен жеттік деп, бір-біріне амандық, саулық тілейді. Содан кейін әр отбасы көршілерімен көріседі. Жасы кіші отбасы мүшелері жасы үлкен жанұяларға кіріп, көрісіп шығады. Содан кейін әр отбасы көршілермен көріседі. Міндетті түрде әр адам үшін үйдің есігін ашу керек. Яғни түске дейін 3 үйге кіріп, көрісіп үлгеру керек. 14 наурыз күні басталатын көрісу мейрамы жыл бойы жалғасын табады. Көрісуде ауылда болмай, ауылға енді келген адамды көрген кезде, амандық саулықтан кейін бір жасыңмен деп қол алысуымыз керек. Шаттық пен қуанышқа, ақ бата мен молшылыққа толы бұл мерекеде мәре сәре болған жұрт осы қарқынмен жыл басы 22 наурыз мерекесін қарсы алады.